Қазір көктем. Көктемнің керемет кезеңі өтіп жатыр. Енді көпшілігіңіз ауылдық жерден келдіңіздер ғой, білесіздер. Көктемде бір 10 күн болады. Көктемде бір 2 апта болады. Сол 2 аптада бүкіл жерді жыртып, егінді егіп алу керек. Сол 2 аптада жерді жыртып, мақтаны егіп, немесе қауын-қарбызды, немесе қызанағыңызды егіп алмасаңыз, сіз 6 ай жаз саныңыз соғасыз. Күзде жеміс жинай алмайсыз. Сондықтан ауылдағы ағайындар осы 2 аптада құдалыққа бармайды, той жасамайды, бір-біріне шақырыспайды. Бүкіл ойын сауықты, әртүрлі іс-шараның бәрін кейінге қоя тұрады да, сол 10 күнді, сол 2 аптаны жермен айналысуға салады. Сөйтіп сол 2 аптадағы еткен еңбекті кейін жаз бойы, күз бойы қызығын көреді. Адам өміріндегі сол 2 апта, адам өміріндегі сол қасиетті 10 күн, осы студенттік кезең, осы мектеп қабырғасында. Осы 10 күнде, осы сіздің университет қабырғасындағы 4-5 жылыңызда сіз ексеңіз, егіп қалдыңыз, ертең соны орасыз. Егер екпесеңіз, өмір бақи еккен адамдарға алақан жайып, солардың шапанының етегінен ұстап жүресіз. Сол себептен әсіресе мына студенттік кезеңде денсаулық бар. Адам баласы жесе тамаққа тоймайды, ұйықтаса ұйқыға тоймайды, қараса қызыққа тоймайды. Сондай бір шат-шадыман кез ғой енді. Сіздерге сондай бір тілейтін тілегім, осы бір көктемнің 10 күні секілді әрі қымбат, әрі күрделі болған күндеріңізді білімге, ғылымға, тәрбиеге, барынша бір өнер үйренуге жұмсап қалсаңыздар. Өнердің түрі көп. Өнердің ең үлкен түрі кісімен тіл табысу екен. Өнердің ең үлкені кісімен тіл табысу. Ол кісімен тіл табысу деген біреуге жағымпаздану, немесе бір жұрттың алдына түсіп алып сөйлеу, немесе елдің бәріне әйтеуір аңқылдап жүру емес. Кісімен тіл табысу деген үлкеннің алдында кіші бола білу, кішінің алдында кішірейе білу. Саған өзіңнен жасы кіші адам қараған кезде сенен бір нәрсе үйренуге деген қызығушылығы оянса, сен үлкен ретінде өзіңнің рөліңді атқардың. Егер үлкен адам саған қарап отырып, мынау жастық шағын қандай керемет өткізіп жатыр деп қызықша, онда сен шынында да жасы кіші адам ретінде жақсы үлгі қалдыра білдің дейді. Сол себептен ең үлкен өнер, өздеріңіз білесіздер, Әлихан Бөкейхановтың керемет сөзі бар. Ұлтқа, жұртқа қызмет қылу дейді, білімнен емес, мінезден деген. Себебі мінез, байқасаңыздар, кейде бір подружкаң қырсығып қалса, соның қырсығып қалғаны үшін кешке дейін сенің де көңіл күйің болмайды. Бір адамменен сәл ренжісіп қалсаң, ауыр сөз естіп қалсаң, немесе біреуге бір қатты сөз айтып қойсаң, бірнеше күн жүрегіңе бір тас байлағандай болып қиналып жүресің. Себебі неге? Сені жарқын қылып бір жақсылыққа құштарландыратын, немесе бір қиындыққа мойымай соны іске асыртатын нәрсе көңілдің тазалығы. Көңілдің тазалығы бүкіл жақсы мінездің бастауы. Сондықтан әке-шешеңе звондау үшін де кейде настроение керек. Біреуге бірдеңе жауап беру үшін де көңіл күй керек. Ал көңіл күй немен пайда болады екен? Көңіл күй ешкімге ренжімеуге тырысудан. Біреуді кешіріп, басыңда қандай да бір іс болса, соны алып тастауға тырысудан тұрады екен. Кім кешірімді, сол адам ұзақ өмір сүреді екен. Қайсы бір адам көңілін таза ұстайды, оның өмірі берекелі болады екен. Өмірде қарап отырсаңыздар, қырсығып қалған, жұртпен тіл табыспауға тырыспаған адамдар жұртпен жұғыса алмай, ұжымға, коллективқа сыйыса алмай жүреді екен. Кейін ол адам тұрмысқа шыққан кезде күйеуінің жүрегін шаттандыра алмайды екен. Балаларына жаны шуақын шашып отырып, жақсы тәрбие де еге алмай қалады екен. Себебі қыз кезінде өзінің достарыменен, мұғалімдеріменен тіл табысып, барынша кеудесін кең ұстап, кешірімді болып тіл табысуға тырысқан адам ертең жұбайының да жүрегін жаулай алады. Ертең ұл-қыздарының
Қанша ұл қызы болса, әр ұл қыздың мінезі әртүрлі болады. Қызың тұйық болуы мүмкін, балаң ақжарқын болуы мүмкін, абысының қырсық болуы мүмкін, енең мүмкін адуынды болуы мүмкін. Сол адамдардың тілін табу үшін де адамға көркем мінез егесі болуға тырысу керек екен. Әлихан Бөкейхановтың ұлтқа, жұртқа қызмет қылу білімнен емес, мінезден деп отырғаны, немесе Абай атамыздың закон қуаты қолымда болса еді, мінез өзгермейді деген адамның тілін кесер едім деген мағынасы сондай екен.